Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай болып шығатын өте жұмсақ пахлаваны бірге жасап көреміз. Қамырымыз үшін қажетті заттар: ұн, сары май, тұз, сода, қаймақ және де жұмыртқаның сарысы керек болады. Ең алдымен осылай ұн мен сары майымызды жақсылап қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Тұзымызды саламыз, содамызды саламыз, қаймағымызды және де 1,5 жұмыртқамызды салып, кішкене осындай сарысын алып қаламыз. Қазір оны бетіне жаққанға қолданатын боламыз және қолдың көмегімен осылай жақсылап қамырды илейміз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қант, жаңғақ және де жұмыртқаның ағы қажет болады. Жұмыртқаның ағы мен қантты жақсылап миксерлейтін боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей осындай аппақ болғанша араластырасыздар. Сосын жаңғағымызды саламыз. Мен мұнда жаңғақты блендердің көмегімен осылай майдалап алдым. Жаңғақ пен ақуызды бірге араластырасыздар. Осындай форманы алып, астына пергамент қағаздарыңызды қоясыздар және де қамырларыңызды 3 бөлікке бөліп аласыздар. Осылай кішкене қолға жабысуы мүмкін, ұнды сеуіп жайсаңыздар болады. Міне бірінші қатарын осылай жайып аламыз. Сосын салмамызды теңде 2-ге бөліп, жартысын осы жерге салып жаямыз. Міне екінші қамырымды дайындап жатырмын мұнда. Екінші қамырымызды орналастырамыз. Қалған салмамыздың екінші бөлігін осының үстінен салып шығамыз. Ал мұнда үшінші қамырым дайын болды. Үшінші қамырымызды ең жоғарғы беті, яғни бұл осылай жайғастырып шығасыздар. Пышақтың көмегімен дәл осылай кесіп шығасыздар, 4 бұрышты етіп. Қатты пышақты батырып кесудің қажеті жоқ, тек қана осы ең үстіңгі бөлігіндегі қамырды кесіп шықсаңыздар жеткілікті. Жаңағы алып қойған сарыуызымызды ең жоғарғы бетіне дәл осылай жағып шығамыз. Ал енді осылай сәндеу үшін мен бүтін, яғни жаңғақтың жартысын қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады, сәндемесеңіздер де болады. Пештеріңізді 180 градуста қыздырып, 30-35 минуттай пісіріп аласыздар, яғни беті қызарғанша пісіресіздер. Міне достар, біздің пахлавамыз дайын болды. Суығаннан кейін осылай формасынан шешсеңіздер болады. Қараңыздар, қып-қызыл болып, әдемі болып пісті. Сіздер де отбасыларыңызбен жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басыңыздар және де басқа да видеоларды көрем десеңіздер, менде көптеген видеолар бар, пайдалы ақпараттармен бөлісіп жүрмін.